Армысыздар менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сенің маған деген алып тауды қопарып, сезіміңнің шұрнағыда қалмады ма? Деді балауса тағдырын қолына сеніп тапсырған сүйгеніне тура қарап. Бәрі алдамшы екен. Мен ойлана келе екеуміз бір-бірімізге сай емеспіз деп шештім. Деді Асқар іштегі батпағандай мұң жасырып қалып. Солай ма? Қалайша бір-екі күннің ішінде сезімің суып, менен бас тартып тұрсың. Деген балауса тамағына тағылған өксікті кері жұтына Асқардың ішкі дүниесін төңкеріп жібергендей болды. Трагедия жасамаш. Бар болғаны қыз бен жігіт болып жүрдік, болды емес пе? Деді Асқар қабағын қатулы, бойын тігістап. Жақсы, мен бәрін түсініп. Қош бол, бақытты бол, деді де. Балауса теріс бұрылып кете барды. Асқар қою тұманға сіңіп бара жатқан балаусаның соңынан ұзақ қарап тұрды. Тұман арасынан көлегейлеп сүйгенін алыстап бара жатқаны Асқардың жанарына жас үйірді. Асқар өмірінде алғаш рет еркек басымен көз жасына ерік берді. Шынайы ғашық болған қымбаттысынан еркінен тіс бас тартып тұрғаны жүрегін тілім-тілім етті. Оған салса дәл бүгін, дәл осы сәтте балаусаның қолынан ұстап болашаққа қадам басуға бар. Әтсе, бірақ адамның қалауы кейде тағдырымен ұштаспай қалып жатады емес пе? Көзінен аққан жастың екпіні қара жерді қақ жарардай болып төменге сырғи берді. Тоқтар емес. Алдында гүрілдеп ағып жатқан өзенге секіріп түсіп, толқындарға сіңіп кеткісі ақ келіп тұр. Бірақ олай жасай алмайды. Әлі де атқарар шаруасы көп. Өмірден бас кешіп, қайғы жұтуға оның уақыты жоқ. Ауру атты кеселмен күресіп жатқан анасына бас көз болып, дертінен айықтыру бар ойы. Одан қалды артынан ерген інісі мен қарындасына да тіреу керек. Әкесінен еш қайран жоқ, бар жоғы білінбейді. Өз басымен өз әуре. Міне анасының ауыр дертімен бауырлары болмағанда, ол мына өзенге секіріп кетіп, махаббат үшін өлуге даяр еді. Асқар біраз ішіне жиналған шерін көз жасы арқылы шығарғандай болып, терең тыныстады. Бар жағдайды ой ерегінен өткізіп, қабылдаған шешімі ең дұрысы екеніне тағы да өзін сендіргендей болды да, көлігін оталдырып жүріп кетті. Қызым, тыныштық ба? Мына түріңе жылағанбысың? Деді Гүлжан екі көзі добалдай болып ісіп кеткен балаусаға табалдырық аттамай жатып. Бәрі жақсы мам, біз Асқар екеуміз, деген балауса анасына шындықты айта алмай тосылып қалды. Иә, Асқар екеуің не болды? Әлде саған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады ма? Әкең екеумізді қимай жүрсің бе? Құлыным-ау, Асқар жақсы жігіт қой. Еш уайымдама, деді. Гүлжан қызынан оңды хабар күтіп жүргенін аңғартып. Алғаш рет балауса Асқарды ата-анасымен таныстыруға алып келгенде, ол ата-анасының көңілінен шыға білген. Оқыған, тоқыған, қымбат көлігі бар қызының қалауын Гүлжан бірден қолдап, біздің отбасыға әбден лайық жігіт екен деген ойға келген болатын. Оның үстіне қызына деген қамқорлығын көріп, іші әбден жылып үлгерген еді. Жоқ ма? Қайдағы ұсыныс? Әлі ерте емес пе? Біз әлі де біраз жүре тұрғымыз келеді, деген балауса анасынан Асқармен айырылысып кеткенін жасырып қалды. Себебі ол шындықты өзі де мойындағысы келмеді. Кеше ғана өзі үшін өмірін беруге әзер болған Асқардың қысқа уақыт ішінде адам танымастай өзгеріп кеткенін түсінбей әлек. Балауса бозарып таң атқанша ұйықтай алмады. Ол өзін жапан далада жалғыз қалғандай сезінді. Өз сезіміне өзі тұншығып бара жатқандай болып, Асқардың жайбарағат айтқан сөздері есінен кетпей жан алқымынан алғандай. Қиналып кетті. Шатқан жерінен ышқына тұрып терезеге қарай жүгірді. Икемге келмей жансызданып қалған қолдарымен әрең дегенде терезені ашты. Таңғы самал жел тым салқын екен. Балауса екі көзін тастай етіп жұма, таза ауамен тыныстай бастады. Сүйсе де, сүйгеніне, қоштасып үйіне келген Асқарды босағадан анасы қарсы алды. Балам, қайда жүрсің? Таң атты ғой, деді анасы тынысы тарылып. Мама,
Дәрігер сізге төсектен тұрмасын деген жоқ па? Мына жүрісіңіз не? Деген Асқар анасын сүйемелдеп бұрышта тұрған орындыққа жайғастырды да шақшадай болған басын етегіне қойып отыра кетті. Бала, көңіл күйің жоқ қой. Әлде балаусамен ренжісіп қалдыңдар ма? Тыңда, балауса өте жақсы қыз, тәрбиелі, жүзі жылы. Байқа балам, көңілін қалдырма деген анасы ұлының бұйра шаштарын алақанымен сипай берді. Көкейінде жиналған бар ыза мен ашуын дәл сол сәт Асқар анасына жайып салғысы келгенімен үндемеді. Тағы да тілін тістеп, бар шындықты ішінде сақтап қалды. Себебі Асқар білетін шындықты анасы естісе жүрегі шыдамас. Онсыз да ауыр дерттің азабын тартып жүрген бейбақ әйелге Асқар тағы да бір соққы жасауға дәті бармады. Сол себепті әкесі жайлы бар білетін сорақылықты жасырып қалды. Мам, біз балаусамен екіге кеттік, деді Асқар басын көтеріп. Ұлым, мен жаңа ғана саған не айттым? Ақылыма құлақ салсаңшы, ертең барда дереу татулас. Махаббатыңнан бас тартпа, арты үлкен өкінішке әкеп соғады. Мына шешеңді тыңда, мен сендердің тойларыңды асыға күтіп жүрмін. Балаусаның құлағына алтын сырға салып, осы үйге келін қылып түсірсем, арманым жоқ деп, анасы көзіне жас алды. Мам, жыламашы. Сен әлі ақ жаулықты әже боласың деп, Асқар анасын екі бетінен кезек-кезек сүйіп алды. Асқар анасын жетектеп төсегіне барып жатқызды да қасына жантая кетті. Қасында ұйықтап кеткен баласына қарап отырған ұлдана ішінен, балам, қайтейін. Көрер жарығымның азайып бара жатқанын сеземін. Ал сен маған әже боласың дейсің, деп көбірлеп жатты. Ұйықтап жатқан Асқар түсінде балаусаны көрді. Биік құздың басында үстіне әппақ көйлек киіп алған. Балаусы үнемі жинап жүретін шашын жайып жіберіпті. Аспанға қарап тұр екен, алып аспанды түңіреніп арасында найзағай жарқ-жұрқ етеді. Дауыл көтеріліп жан-жақты жайпап бара жатқандай. Төменде тұрған Асқар қанша балаусаға қарай ұмтылып, қызға өрмелесе де әлдене екі аяғынан тартып, бұны жіберер емес. Балауса, жаным, балауса, деп бар даусымен айқайлауға тырысады. Өз даусы өзіне естілмей барады. Кенет балаусаның арт жағынан бір адамның бейнесі пайда болды. Жаңағы бейне балаусаны белінен құшақтап, өзіне қарай жақындатып, тартынды тамағынан иіскеп тұр. Анықтап қарап еді, өз әкесін көрді. Қара терге түскен Асқар дәл сол сәтте ұйқысынан оянып кетті. Бұл Асқардың соңғы күндері жиі көретін түсі. Осы түсті қайта айналып көре береді. Маңдайынан бұрқ еткен суық терді қос алақанымен сүртті де терезеге қарады. Тас төбеде күн шақырайып тұр екен. Жанында жатқан анасы да көрінбейді. Бөлмеден шыққан Асқар ас бөлмеден естіліп жатқан дауыстарға құлақ түрді. Шамасы әкесі келген болу керек. Асқардың құлағына әкесінің даусы жағымсыз естілді. Ол осы күні әкесін иттің етінен жек көреді. Тіпті түрін көргісі келмейтін жағдайға жеткен. Ас бөлмені айналып өтіп, сыртқа шығып бара жатқан Асқарды әкесі көріп қалды да. Жүгірмек, әкемен амандаспайсың ба? Деді дауыстап. Асқар ызалы күйде әкесіне бұрылып тістене. Өзің қайда жүрсің? Үйге қонбай, деді жақындай түсіп. Сен бала құтырайын деген екенсің. Мені тергейтін сен бе еді? Сен бе? Мен ерігіп жүрмін бе әлде? Осының бәрі мына сенің тәрбиең, деген әкесі ашуға мініп, ұлданаға қарады. Асқар анасының көзінше әкесімен сауғыласып жатпады. Тек жек көрінішпен бір қарады да сыртқа шығып кетті. Дастархан басында қалған әкесі әйеліне қарап, осы балаға не болып жүре? Оңбаған. Мені сол туғандай әкерендеуін қарашы. Әлде анау сен айтқан қызмен ренжісіп қалып, өшін менен алып тұрма. Иттің ғана баласы, деді алдындағы кесесін кейін ысырып жіберіп. Ғалым, тыңдашы. Баламызға да оңай емес. Мына менің дертімде жығылғанға жұдырық болғандай. Оның үстіне сенің ертеліге шаруаларың бітпеді. Бір әкесі болып сөйлесіп шер тартқатсан қайтеді. Жұмыспен де жолы болмай жүр. Бастаған ісінің бәрі кері кетіп жатқан жоқ па?
Бүгін ертерек келіп сөйлесеңші ұлыңмен деген ұлдана айтар сөзін ентіге әрең аяқтады. Сен де үйде отырып алып, ызыңдауыңды доғармайды екенсің. Жұмыс жасағысы кеп құмартып бара жатса, компанияда орны тұрған жоқ па? Келсін де, менің бір жағыма шығып көмектессін маған. Оныкі жай сылтау ғой, осы бала нәпақа тауып жарытар дейсің бе? Деді. Ғалым асығыс орнынан тұрып жатып, ұлдананың жауап беруге шамасы жетпеді. Осы күні көп сөйлей бастаса ентігіп шаршап қалатынды шығарған. Жай ғана үнсіз күйеуімен жұмысқа шығарып салды. Гүлжан бүгінде әдеттегідей ерте тұрып жұмысына дайындала бастады. Айна алдында сыланып, сипанып ұзақ тұрды. Үстіне тізесінен әлде қайда жоғарырақ қызғылт көйлегін жабыстыра киіп алды. Биік өкшелі туфлиі де онсыз да әдемі дене бітімін одан әрі тартымды етіп тұрғандай. Күйеу туған күніне сыйлаған қымбат әтірді де сеуіп, иығынан сәл ғана түскен шашын жайып жіберді. Бұлай кейін соңғы 2 айда Гүлжанның әдетіне айналғалы қашан. Күннен күнге әдеміленіп, қолпырып бара жатқан әйеліне дастан төсекте сүйсіне қарап жатып. Жаным, бүгін жұмысқа бармай-ақ қойшы. Мен де демалыс екеуміз жақсылап қыдырайық деді, айналдында оңды солды айналып тұрған әйеліне. Болмайды, бүгін маңызды жиналысымыз бар. Ғалым Тасболатович кеше жұмыстан қалмаңдар деп ескерткен еді. Ойым мүлде басқа жақта тұрған Гүлжан. Қанша рет айттым саған. Жұмыстан шыға салшы деп, не жетпей жатыр осы. Табуды аяқ табып жатқан жоқпыз ба? Ақшаны деген дастан сәлем шуланғандай болып орнынан тұрды. Қалай түсінбейсің, мәселе ақшада емес. Үйде отырғым келмейді. Онсыз да саған тұрмысқа шыққалы 20 жыл жер ел көрмей өмір сүрдім емес пе? Зорға деп тапқан жұмысымнан бас тартқым келмейді. Түсінші, деді Гүлжан ашулы күйеуіне. Бұрылмастан бөлмеден шығып кетті. Шын мәнінде Гүлжанның жұмыс жасауға аса қатты құлшынысы жоқ еді. Бәрі тек сылтау. Гүлжан жұмысқа тек Ғалым үшін барады. Осы күні Ғалымды бір сәт көрмесе, тұра алмайтын жағдайға жеткен. Ғалымда өзіне ынтық әйелдің қалауын жер қылған емес. Екеуі жұмыста кездессе де әртүрлі жиналыстар мен іскерлік кездесулерді сылтауратып жалдамалы пәтерден бір-ақ шығады. Ғалым оны құшағына қысып, бар өнерін сала бастағаннан ақ Гүлжан күйеуі мен қызы балаусаны ұмытып кетеді. Түннің бір уағына дейін екеуі осы пәтерде болады да кейін үйлеріне қайтады. Бүгінде Гүлжан жұмысынан асыға жетуінің себебі осы. Жаны, бүгін көңіл күйің жоқ қой, деді Гүлжан Ғалымның алдына жайғасып. Ұлым ғой, таң атпай көңіл күйімді бұзған. Қойшы соны, сені көрсем бәрін ұмытып, тынығып қаламын, деді Ғалым, Гүлжанды құмарлана иіскеп. Менің де қызымның көңіл күйі болмай жүр, түсінбедім деген. Гүлжан ауыр күрсінгендей болды. Бұл сөзді естіген Ғалымның түрі бірден бұзылып, не болып қалды? Ауырып қалды ма? Жоқ әлде сабағында бір қиындықтар шығып қалды ма? Бір көмек керек пе деп ереңгезіп кеткен Ғалымға Гүлжан, менің қызым үшін осынша алаңдаған мені қатты қуантады. Рахмет саған. Жігітімен ұрсып қалған сияқты, деді Гүлжан. Қызың әлі жас қой, жігіт деген қайда қашар дейсің. Оқысын, жұмыс жасасын, дамысын. Биыл диплом алады емес пе? Осы жерге жұмысқа алсақ қайтеді деген Ғалым ішіндегі сырын бөгіп қалды. Болмайды, бұл жерге болмайды, деді Гүлжан жанұшыра. Асқар балаусаны ата-анасымен таныстырмақ болып, үйіне әкелгенде әкесі Ғалым әдеттегідей іс сапарды сылтауратып, Гүлжан мен қала сыртындағы демалыс орнында көңіл көтеріп, уақыт өткізген болатын. Сол себепті Ғалым баласының сүйгені балауса, бұның көңілдесінің қызы екенінен бейхабар еді. Ғалым алғаш рет балаусаны компанияда көрген болатын. Бір себептермен анасын жұмысына іздеп келген үрімдей қыз. Етіктіні қалт жібермейтін Ғалымның көзіне бірден түскен болатын. Жасы келген көңілдестерден әбден мезі болған Ғалым баласымен жасты қызды көргенде араны ашылып, құмарта түскен. Одан кейін де балауса анасының жұмыс орнына бірнеше мәрте келіп жүрді. Балаусаны көрген сайын Ғалымның жай ғана құмарлығы қашықтыққа ұласып, жүрегінде ерекше бір сезімдер есік аша бастаған. Осылайша Ғалым өзі білместен өз ұлының сүйген қызына көз тастап, күні-түні балаусаны ойлауды әдетке айналдырды.
Гүлжанмен де қызына жақындай түсу үшін ара қатынасын жалғастырып жүрді. Елудің белесін алқымдаған ғалым балауса десе бар нәрсені ұмытып, бас айналып қалатын жағдайға жеткелі қашан. Бірде балауса анасына жолығуға келгенде ғалым онымен сөйлеспек болатын. Әңгімеге тартқан болатын. Гүлжанның қызымысың, деді. Ғалым анасын күтіп отырған балаусаның жанына жайғасып, сәлеметсіз бе, аға? Иә, мамам күте тұр деп еді. Балауса қасына жайғасқан ер адамның Асқардың әкесі екенін білместен. Мен мамамның бастығы болам. Есімім Ғалым, деді. Балаусаға қолын созған болатын. Бірақ балауса оның қолын алмастан жай ғана жымия қоя салған еді. Міне Ғалым балаусамен алғаш рет осылай танысқан болатын. Сырттай бақылап жүріп ғашық болған Ғалым бетпе-бет тілдескенде тіпті бас айналып есінен ауысқан еді. Ертең балаусаны алып қыдырып қайтайық, көңіл күйі көтерілсін, деді. Ғалым жиналып кетуге ыңғайланып жатқан Гүлжанға қарап, сенің есің дұрыс па? Қызыма не деймін сонда? Бастығымен қыдырып қайтайық деймін бе? Деді Гүлжан көзі шарасынан шығып кетердей болып. Білмеймін ғой, бір сылтау ойлап тап. Қала сыртына барып кәуіп жеп дегендей, болмаса күйеуіңді де алып кел. Бастығым қонақ қылып шақырып жатыр десең болады ғой, деді. Ғалым балаусаны көруге ынтық болғаны соншалық. Не айтып не қойғанын аңғармай қалды. Сен де айтады екенсің. Онда сен де әйеліңді алып кел, бәріміз бірге демалайық, деді Гүлжан сықылықтап күліп. Ғалым үнсіз қалды. Асқар әкесін көңілдесімен ойламаған жерде көріп қалып, қастарына жақындауға дәрмені жетпей кетіп қалған болатын. Әкесімен бөгде әйелдің жұрт көзінен таза көлік ішінде ойнас жасап жатқанын өз көзімен көрген. Асқар әуел баста өз-өзіне сенбей есеңгіреген еді. Көз алдында пір тұтқан таудай әкесі бірақ сәтте құлдырап, Асқардың бала жүрегін жермен жексен еткен. Асқар бар шындықты білсе де көрсе де әкесімен ашық сөйлесуге жүрексеніп жүрді. Бір жағынан ауру анасын ойлап, өзін сапырға шақырған. Бірақ Асқарды алда бұдан да өткен сұмдық күтіп тұр еді. Балауса оны өз үйіне ата-анасымен таныстырмақ болып ертіп келгенде, алдынан шыққан Гүлжанды көрген Асқар түсініксіз жағдайға аң-таң болып тұрып қалған болатын. Сүйген қызының анасы әкесінің көңілдесі екенін көз анық жеткен Асқар өзін тығырыққа тірелгендей сезінген. Ал Гүлжан болса Асқардың Ғалымның ұлы екенінен бейхабар. Әйтеуір кеш бойы Асқардың асты үстіне түсіп әлек болды. Асқар сол күні үнсіз қалып, ештеңе білдіртпеуге тырысқан еді. Балауса үшін тіпті бұл жағдайға көз жұмып, жапқан аузын ашпады. Тіпті әкесі мен болашақ анасының іс-әрекетіне қарамастан Асқар балаусадан бас тартпады. Не болса да сүйгеннің ұстаған қолын жібермеуге іште өзіне серт берген болатын. Осылайша күндер өте берді. Бір күні Асқар тағы да бір шындықты тап болды. Сол шындық балаусамен екіге кетуіне себеп болған еді. Асқар ащы шындықты білер күні кездейсоқ компанияға келді. Ойында ештеңе жоқ. Ол әкесімен ашық сөйлесіп, сөз жарастырған адамы Гүлжанның қызы екенін айтып, әкесіне көңілдесімен ара қатынасты тоқтатуын сұрамақшы болады. Іштей әкем ақылға келіп сырттағы бар қылтың-жылтыңын доғарса, анама ештеңе айтпаймын, кешіремін деген оймен компанияға келе сала әкесінің кабинетіне қарай бет алады. Балаусаның анасы Гүлжанның көзіне түсіп қалмауға тырысқан Асқар жан-жағына жалтақтап келеді. Ондағысы ол кісі бұны танып қоймаса екен деген ой. Егер Гүлжан қызының сүйген жігіті көңілдесі Ғалымның ұлы екенін біліп қойса, балауса мен Асқардың орталарына от салып, екеуін айырылыстыруға тырысатынын Асқар жақсы біледі. Сол себепті әуелі әкесімен сөйлесіп, бар мәселенің бетін ашып бір мәмілеге келмек. Осындай оймен әкесінің кабинетінің есігін енді қақпақ болғанда, әкесімен өзге біреуді кездейсоқ әңгімесінің үстінен түседі. Соншалықты сұлу ма не? Гүлжанның қызы, деді бейтаныс бір еркектің даусы. Есіктің бер жағында тұрған Асқардың жүрегі дір етті. Жастың аты жас қой, жалындап тұр, жалындап, деген әкесі жиіркенішті жымиды. Бәлкім, сенікі ғашықтық емес, жай ғана көрсе қызарлықшылар. Ондайды басымыздан талай өтті ғой. Жас қызды көріп есіміз ау дегенімізге жеткенде сол қыздарды құтыла алмай әуреге түсетінбіз, деді әлгі бейтаныс жан. Жоқ досым, қателеспе, бұл мүлде басқа.
Мен балаусаға шынайы құмармын. Не деуші еді әлгі? Шын жүректен ғашықпын. Мендік болуға келсе ол үшін бәрінен бас тартар едім. Әйелімнен ажырасып, компанияны ұлыма тастап, балаусамның қолынан ұстап шет ел асып кетуге бармын деді. Әкесінің сөзінен кейін Асқардың екі құлағы бітеліп, одан әрі тыңдап тұруға дәті шыдамады. Бас айналып, көзі қарауытқан күйі далаға жүгіріп шықты. Көлікке қалай отырғанын да білмейді. Бір есін жиса үнемі балауса екеуі кездесіп, сырласатын өзен жағалауында тұр екен. Аяқ қолы ұйыған күйі сыртқа шыға алмай көлік ішінде ұзақ отырды. Әкесінің «Мен балаусаға шынайы құмармын» деген сөздері құлағынан кетпей қойды. Тұла бойы дірілдеп, қалшылдап барады. Тіпті тоқтаусыз қоңырау шалған балаусаға да жауап бермеді. «Жаным, сенде бәрі дұрыс па? Неге хабарласпай жатсың?» деп хабарлама жіберген балаусаға не деп жауап берерін білмей тосылып отырды да қалды. Міне дәл сол күні Асқар ұзақ ойланып, балаусамен айырылысуға шешім қабылдаған. Әкесінің көзі түсіп құмартқан қызды анасының алдына келін қылып апаруға дәті шыдамады. Оның үстіне әкесінің көңілдесі болашақ әйелінің анасы екені де бар. Бұның бәрін анасы біліп қойса жүрегі шыдамасы анық. Сол себепті Асқар балаусадан бас тартып, жаңа өмір бастамақшы болды. Қанша қиын болса да Асқар еш нәрсені түсіндірместен жай ғана бір-бірімізге сай емеспіз деп ара қатынасты тоқтатқан еді. «Ойландың ба?» деді ғалым құшағында жатқан Гүлжанды бөкесінен сипалап. «Не жайында?» деген Гүлжан сұралы жүзбен ғалымға қарады. «Қызың жайында дейм, біздің компанияға жұмысқа алсақ қайтеді» деді. Ғалым ішкі қалауын жасырып. «Болмайды, айттым емес пе? Сенімен көңіл жарастырғанымды біліп қойса, ол мені кешірмейді». «Бірақ», деп Гүлжан тосылып қалды. «Не бірақ? Уайымдамашы. Ақмақ емеспіз ғой, еш нәрсені білдірмейміз» деді өз-өзіне сенімді ғалым. «Қызым онсызда біздің компаниядан тәжірибеге өтуге рұқсат сұраған. Бір ай тәжірибе өту қажет екен. Мама бастығымен сөйлесіп көрші» деп еді. Мен келіспедім деген Гүлжанның сөзі ғалымның құлағына майдай шақты. «Келіспедім дегенің не?» «Әрине өтсін, қалаған бөліміне келіп орналассын. Керек десең жеке кабинет берейін, бәрі сен үшін ғой жаным» деген ғалым іштей қуанып қобалжып кетті. «Білмеймін ғой енді» деп ойланып қалған Гүлжанға. «Білмейтін ештеңесі жоқ, ертең маған келсін. Күтем» деген ғалым орнынан тұрып киіне бастады. «Қызым» деді Гүлжан екі бүктетіліп жатқан балаусаны иығына түртіп. «Саған не болған? Мына түрің не? Қане, тұр орнынан. Ертең жұмысқа шығасын, тәжірибеге өтесін». «Бастығымен сөйлесіп қойдым» деп Гүлжан қуанышты екпінмен әңгімесін әрі жалғап. «Шынымен бе?» «Рахмет мама» деген балаусаның соңғы 2-3 күнде алғаш рет жүзіне күлкі үйірілді. «Ботам сол, бәрі сен үшін ғой. Тек сен күліп жүрсең болғаны, маған ештеңе ашып айтпай жүрсің ғой. Бірақ мен анамын ғой, бәрін сезіп. Асқар сені қатты ренжіткен ғой, сірә» деген анасы балаусаны құшағына алып, маңдайынан иіскеді. «Мам, ол жайлы мүлде сөйлескім келмейді» деді. Балауса әңгімені әдеттегідей жылы жауып. Түн тағыда ұйқысы қашып, терезесінің жақтауына сүйеніп тұрған балаусаның көзінен парша-парша болып аққан тұнық моншақтары әппақ жүзінен сырғанап барып, жерге құлауда. Қанша көз жасын тиіп, өзін сабырға шақыруға тырысқанымен, жүрек құрғыр дегеніне көнбей бұлқынып барады. Көрмегеніне 3 күн болса да Асқарды қатты сағынған жұдырықтай жүрегінің соғысы жиілей түсуде. Ал Асқардан болса еш хабар жоқ. Балаусаның даусын естімей жарты сағатта тұра алмайтын жігіттің жұрнағына қалмаған сияқты. Балауса ауыр дем ала терезеге көз тастады. Таңда бозарып атып келеді. Асқарсыз, махаббатсыз атырған 3-ші таң. Неткен қиын еді. Қалауың болған жанның сенен теріс айналуы осыншалық ауыр меді. Балаусаның көз алдына жылы ғана жымия сөзін қақпа алдында күтіп тұрған Асқардың бейнесі келді. Көзін тастай жұмып, осы бір елестің тоңғиығына сіңіп бара жатқандай демін ішке жұта берді. Балауса осылайша Асқарды сағынып,
Таңын атырғанда Асқарда көлік ішінде өз сезімімен өзі күресіп, өз-өзіне тосқауыл қойып, ұйқысыз түнді өткізді. Қызым деген Гүлжанның даусынан ой жетегінде ерегізіп тұрған балауса селк етті. Аумам, қайырлы таң деді. Балауса көз жасын қос алақанымен сүртіп жатып. Ұйықтамағансың ба? Тез етіп жиналып бірге барайық жұмысқа деді Гүлжан қызына қарап. Балауса мен Гүлжанды кіре берісте ғалымның өзі күтіп алды. Тағатсыздан атып ыршып тұрған ғалым сырттан кіріп келе жатқан балаусаны көргенде екі көзі ойнақтап кетті. Қош келдіңдер балауса, қалайсың? Деген ғалым алдында тұрған үрімдей қызға қолын созды. Бұрын соңында ғалымның бұндай әрекетін көрмеген Гүлжан қатты таңғалды. Қызметкерлеріне қатал қарайтын басшының бұлардың алдына шығып қарсы алғаны Гүлжанды ойландырып жіберді. Алайда тез-ақ мені сүйген соң қызыма да ерекше көңіл бөлгені болар деп, бар таңданысына жауап тауып үлгерді. Сәлеметсіз бе ғалым Тасболатович, рахмет сізге деді балауса еш артық ойсыз ғалымның қолын алып. Жүріңдер кабинетке деген ғалым бұларға жол сілтеп, үшеуі ғалымның кабинетіне келді. Ғалым болса балаусаның асты үстіне түсіп әлек. Гүлжан болса ғалымның бөтен ойынан бейхабар. Қызына көрсетіп жатқан құрметке риза болып отыр. Сәлден соң балаусаның өзі сөз бастады. Менің қандай қызмет атқаратынымды айтсаң жұмысыма кірісейін. Онсыз да көп отырып қалдық деген балауса ыңғайсыздана түсті. Сен менің хатшым боласың. Менің хатшым мерзімсіз демалысқа шығып кетті деген ғалымның сөзіне Гүлжан таңырқап қалды. Балауса өзіне жүктелген қызметке аса жауапкершілікпен қарауға тырысты. Бір жағынан аз да болса көңілі басқа жаққа бұрылып, осылайша өз-өзін жұбатпақшы. Біршама уақытқа бар назарын жұмысқа аударып, жүрегіне түскен ауыртпашылықты сейілтпек. Асқар деп бұлқынған жан дүниесіндегі шексіз сезімге тұсау салып, жан-жағын торлаған қара түнектен өз-өзін алып шықпақшы. Осында ойымен балауса әп сәтте жұмысын бастап та кетті. Жаным, сенің бұның не? Сен балаусаны кадрлер бөліміне тұрғызамын деп едің ғой? Деді Гүлжан қиял әлеміне еніп кеткен ғалымға қарап. Біраз үнсіздікте соң ғалым, я солай деп ойлағам. Алайда көріп тұрсың ғой, менің хатшым аяқ астынан жұмыстан шығып кетті. Сол хатшымның орнына адам керек болған соң сенің қызыңды алдым, деді. Гүлжаннан хатшы қызды өзі демалысқа жібергенін жасырып қалды. Сонда оның орнына мені уақытша ала тұрмадың ба? Саған бір табан жақындай түсер едім, деді Гүлжан ғалымның мойнына асыла. Ғалым Гүлжанды жай ғана кейін ысырып, орнынан ұшып түрегелді. Бұның не сенің? Тапа-тал түссе, қазір қызын көріп қойса масқара боламыз. Сөзі көбейтпей өз орныңа бар, реті солай келіп қалды да, бәрі сен үшін емес пе? Деген ғалым ашуға мінді. Гүлжан өз орнына келіп, қалың ойға шомылды. Ол ғалымның өзінен алыстап бара жатқанын сезіп жүр. Бұрынғыдай тәтті сөздер, қымбат сыйлықтар бәрі азайған. Тіпті жасырын кездесулерді сейіліп барады. Бұрындары жұмыстан соң Гүлжанды жалдамалы пәтерге апаруға асығатын ғалымның жұрнағы да қалмаған. Осы күні тек Гүлжанның қылымсып жасаған өтінішімен ғана жалдамалы пәтерге барып жүр. Бар жайтты ой ерегінен өткізіп барып, Гүлжан басқа біреу бар шығар деген ойға келіп, күрсіне кетті. Себебі ол ғалымға ессіз ғашық еді. Кеуінен суып кеткені соншалық, ғалымның өзіне құмарлана қараған көз қарасынан кейін-ақ, еш ойланбастан құшағына ене кеткен еді. Әуел баста өзін жайсыз сезініп, кеуінен қысылып қымтырылып жүргенімен, бара-бара кеуінің көзіне шөп салу үйреншікті жағдайға айналғалы қашан. Тіпті соңғы кездері ғалымның берген қымбат сыйлықтарын ашықтан ашық үйіне алып келіп, түрлі сылтау айтып кеуін сендірудің шебері болып алған. Міне, Гүлжан өз өмірін ғалымсыз елестете алмайтын жағдайға жеткен. Ғалым болса кабинетінде отырып алып, сырттай балаусаның көркіне қызығада, антығада қарап отыр. Әйтеуір ананы-мынаны бір әңгіме қылып, балаусаны кабинетіне жүз шақырады. Не деген мазасыз жан еді деп ойлады балауса еш артық ойсыз. Бірақ өзіне тесіле қарап отырған ғалымнан аздап ыңғайсызданғанмен, бәлкім мені сынамақ оймен, әрбір ісімді бақылап отырған шығар деген оймен барынша жұмысына ынтасын салып, бастығының көңілінен шығуға тырысты. Кеш бата барлық қызметкерлер үй үйлеріне тарқай бастағанда ғалымның үйіне қайтатын ыңғайы білінбеді.
Бастығынан бірінші кетіп қалуды жөн көрмеген балауса анасына келіп: «Мама, сен үйге өзің бара бер. Ғалым Тасболатович әлі жұмыс жасап жатыр. Ол кісіден бұрын кетіп қалғаным жарамас» деген қызына Гүлжан. «Қазір мен ол кісіге кіріп шығайын, қашан қайтатынын сұрап көрейін» деп бастықтың кабинетіне қарай беттеген Гүлжанды балауса бүйрегінен ұстап тоқтатып алды. «Туыма, осындайыңды қойшы, ұят емес пе? Кішкентай қыз емеспін ғой, қажеті жоқ. Үйге бара беріңіз. Мен де көп ұзамай барамын» деген қызына қарсылық таныта алмаған Гүлжан үнсіз үйіне кетті. «Балауса маған кіріп кетші», деді Ғалым тұтқаның ар жағынан. «Иә, тыңдап тұрмын сізді», деген балауса есікті қағып ішке кірді. «Кел отыр, екеуміз біраз әңгіме айтайық» деген Ғалым орындықты нұсқады. Балауса жайлап барып орындыққа жайғасты. «Қалай, саған жұмыс ұнап жатыр ма?» деді Ғалым қолындағы бокалды балаусаға ұсынып. «Иә, ұнап жатыр. Кешіріңіз, мен ішпеймін» деген балауса бокалды алмады. Бұл жай әшейін су еді, негізі» деді Ғалым сәл ғана жымиып. «Рұқсат етсеңіз, мен үйіме кетейін» деді. Балауса өзіне тесілеп қараған Ғалымның көз қарасынан ыңғайсызданып: «Жақсы, мен сені жеткізіп салайын» деген Ғалымда орнынан тұрып есік жаққа беттеді. «Жоқ, қажеті жоқ. Таксимен ақ жетіп алам. Сізді әуреге салмай-ақ қояйын» деп балауса ұсыныстан қашқандай болды. «Әуресі несі? Әлде менен қорқып тұрсың ба? Тыңда, балауса, саған зиянымды тигізбеймін» деген Ғалым аса сақтықпен балаусаның иығына қолын қойды. Балауса дір ете түсті де кейін шегініп: «Жоқ, жай сізді әуреге салмайын дегенім ғой. Оның үстіне бұл дұрыс емес. Анам бұл жерде жұмыс жасайды екен деп білгенімді істеген жарамас. Адамдар дұрыс түсінбей қалар, таксимен қайта берейін» деген балауса кабинеттен қоштасып жылдам шығып кетті. Ғалым болса қызды әрі қарай үгіттемеді. Ондағы бар ойы еліктің лағында ерке қызды шошытып алмау еді. Ғалым айналмалы креслосына отырып біраз ойланды. Бұрын соңды жас болсын, кәрі болсын, әйел атаулысынан ешқашан жоқ деген жауап естіп көрмеген ол үшін балаусаның бүгінгі қылығы өзіне кері itергендей көрінді. Бір көз қарасымен ақ сылқым біткенді ығына шығып алатын ол алғаш рет өзін әлсіз сезінгендей. Іштей бұл қызды өзіне баурап алу оңайға соқпасын болжап отыр. Көзі өткір, мінезі тік, өз бағасын білетін балаусаны Ғалым қайтсе де меншіктеп алмақшы. Көлік ішінде келе жатқан балауса бастығының өзіне деген ерекше қарым-қатынасының байыбына бара алмай түсінбей келеді. Ғалымның өзіне тесіле қарағаны көз алдынан кетпей қойды. Ойлаған сайын денесі тітіркеніп, тұла бойы мұздап барады. Бойын белгісіз бір қорқыныш билеп, үрейлене түсті. Не екені белгісіз, әйтеуір көкейінде сөзбен түсіндіре алмас бір жайсыздық пайда болғандай. Асқар ұзақ шыдай алмады, махаббатының сағынышының алдында дәрменсіз халге түсті. Қанша тырысса да балаусаны ұмыту, одан түбегейлі бас тарту мүмкін еместей көрінді ол үшін. Түнде ұйқы, күндіз күлкіден айырылған ол тірі өлікке айналып шыға келді. Көзі сәл ілініп кетсе болғаны, түсінде балаусаны құшағына қысып тұрған әкесін көреді де қара терге малына ұйқысынан шошып оянады. Содан соңғы күндері ұйықтамауға тырысып жүр. Бозарып таң атқанша қала көшелерін шын ұрған адамша кезеді де жүреді. Қалай екені белгісіз аяқтары балаусаның үйіне өздігінен алып келеді. Терезеге телміріп ұзақ тұрады да шылт еткен көлеңке көрсек кейін шегініп қаша жөнеледі. Бүгін де міне сағынышының жетегінде балаусаның үйінің алдына келіп тұр. Әрі қарай шыдай алмастай, дәл бүгін көрмесе демі үзіліп, жүрек құрғыр тоқтап қалардай болып: «Мен келіп тұрмын, шықшы» деген хабарламаны жіберді. Балауса хабарламаны оқыған сәтте еш ойланбастан сыртқа жүгіріп шықты. Жүзі солғыр тартып, құр сүлдесі қалған Асқарды көргенде балаусаның көзінен тұнып тұрған мөлдір шақтары төгіле түсті. «Жыламашы», деді Асқар екі қадам алға жүріп, құшақтап алуға дәті бармай. «Неге келдің? Еш нәрсе түсіндірместен тастап кеткен өзің емес пе?» деді балауса әлсіз даусымен. Асқар жауап бере алмады. Тек басын төмен салған күйі дәрменсіз күйде тұра берді. Аузы барып: «Сенің анаң менің әкемнің көңілдесі. Ал әкем саған ғашық» деп қалай айтпақ? Енді мына түрің не? Жүрегім сезеді.
Сен де қиналып жүрсің. Бірақ маған ештеңе айтпайсың ғой. Сені не мазалап жүр? Маған шындықты айтқаныңда, не болса да екеулеп, мәселенің шешімін таппас педік, деді балауса. Екеуінің арасында ұзақ үнсіздік орнады. Қарсы алдында көз жасын көл қылып тұрған сүйген адамына не шындықты айта алмай, не жұбата алмай шарасыз күйде қалған Асқар тек ауыр күрсінумен болды. Жарайды, сенің сөйлейтін түрің жоқ, мен үйге кірейін. Ертең жұмысқа баруым керек деген балауса амалы таусылған кейіпте кетіп бара жатыр еді. Асқар, жұмысқа тұрдың ба? Деді оны тоқтатып. Иә, уақытша тәжірибеден өтіп жатырмын деп. Балауса көз жасын сүртті. Қайда? Деді Асқар іші бір нәрсені сезгендей. Бұл жолы даусы қатты шықты. Мамамның жұмыс орнында дегені сол еді. Балаусаның Асқардың көзі қарауытып, қос құлағы шыңылдай жөнелді. Аспан жерге төңкеріліп кеткендей. Асқар естіген сөзін байыбына бара алмай, есеңгіреп тұрып қалды. Асқар, саған не болып қалды? Асқар дем, мені естіп тұрсың ба? Асқар, мені қорқытпашы, деген балауса Асқарды жұлқылаумен болды. Арада бірер минут өткен соң, барып қана Асқар есін жиғандай болды. Менің кетуім керек, дей берген Асқар абдыраған күйі жүріп кетті. Үйіне қарай асығып келе жатқан Асқардың екі аяғы икемге келмей барады. Бағана ғашығына әп сәтте жеткізген мына көше әкесіне жеткізер емес. Үш қиыры жоқ, ұзын жолмен алға ұмтылған Асқар ауық-ауық тоқтай қалып, балаусаның айтқан сөзін ой елегінен қайта өткізуге тырысып келеді. Бірақ шындық тек біреу. Бұл махаббатынан бас тартып, азап шегіп жүргенде әкесі әлде қашан іске кіріскен екен. Әйтеуір миындағы саны olan сұрақпен арпалысып, үйіне жеткен Асқар босағадан аттай сала әкесін іздей бастады. Бөлмесіне бас сұғып еді, тек ұйықтап жатқан анасын ғана көз шалды. Соған қарағанда әкесі әдеттегідей үйінде жоқ. Асқар ас бөлмесіне келіп бірнеше рет әкесіне қоңырау шалып еді. Қоңыраулары жауапсыз қалды. Не істерін білмей тұрған Асқардың көзіне ащы сусындар тұрған сурет түсті. Асқар бір бөтелке шарапты ашты да орындыққа отырып тіске басарсыз іше бастады. Әлсін терезеге қарап қойды. Не де болса бүгін әкесін күтіп алып сөйлеспекші. Әкесіне деген ашумен ыза бара-бара арта түскендей. Бөтелкенің жартысына келгенде сыртқы есіктің сиқыры естілді. Ғалым ас бөлмесінде ішіп отырған ұлын көріп, қатты таң қалды. Бұрын соңды баласының бұндай қылығын көрмеген ол кіре сала Асқарға: «Сен балаға не болған? Мұнасың не? Не істеп жүрсің өзің?» деп бас салды. Онсыз да әкесін күтіп отырған Асқар орнынан тұрмастан тістене: «Ал сен өзің не істеп жүрсің?» деді. «Иттің ғана баласы, бара-бара басқа шығайын деген екенсің», деген ғалым ұлының жағасына жармастан. «Кім ит? Мұна мен бе?» «Жоқ, нағыз ит ол сенсің. Балаң мен жасты қыздан не шаруаң бар? Ары ожданнан шұрдаймысың?» деп көзіне тіке қараған Асқарды ғалым жағынан бір салып жіберді. «Сен не деп тұрсың? Қандай қыз ол?» деді ғалым. Асқардың бар шындықтан хабардар екенінен беймәлім күйді. Балаусаны айтып тұрмын, балаусаны. Балаусаның кім екенін білесің бе? Әрине білмейсің. Ашыналарыңмен алысып жүрген сен, балаң жайлы не білуші едің?» деген Асқардың сөзіне ғалым түсінбей қалды. «Сен оны қайдан білесің? Сен оңбаған балаусаны қайдан танисың?» деді ғалым таңырқап. «Мен осы үйге алып келіп таныстырған қыз сол балауса. Сенің құмартып жүрген адамың. Балаңның мына менің сүйген қызым. Саған оның шешесі жетпеді ме?» деп Асқар әкесіне оқты көзін қадады. Осы кезде бөлмесінде жатқан ұлдана әкесі мен баласының айқай шуынан оянып кетті. Сүйретіле орнынан тұрған ол ас бөлмеге келіп: «Сендерге не болған? Мына тұрыстарың не? Таңмен жарысып шағаласатын болғансыңдар ма?» деді күйеуімен баласына қарап. «Ал түсіндіріңдер мамаға. Түсіндір мамаға. Айт шындықты дәтің барса, әйтпесе мен айтам», деді Асқар ашулы.
Сен кімді қорқытып тұрсың? Мен ешкімнен қорықпаймын. Шешең не, сен не? Маған бәрібір, деп сайрай жөнелді ғалым. Ауру әйелінің жағдайына қарамастан. Мына жерде не болып жатқанын маған түсіндіретін адам бар ма? Өзі, деген Ұлдана әлсіреп барып орындыққа отырды. Не болушы еді, мам? Әкем балаусаға ғашық. О, тоба, айтудың өзі ет. Тіпті оны жұмысқа алыпты, деп төтесінен айта салды Асқар. Не? Бұл не сандырағың, балам? Есің ауысқан ба сенің? Деген Ұлдананың төбесінен біреу су құйып жібергендей болды. Ұлдана орнынан тұрып ғалымға қарады. Үнсіз тұрған күйеуінің кейпінен ақ баласының айтып тұрғаны шындық екенін түсінген ол. Есінен танып жерге құлай кетті. Бұл жағдайдан кейін күтпеген жайттар орын ала бастады. Таңның бір уағында улап-шулап жүріп, Ұлдананы ауруханаға келген ғалым мен Асқар жедел жәрдем көлігінде бір-біріне мүлдем тіл қатпады. Тек Асқардың тоқтаусыз мама дейм, көзіңді ашшы деген даусы ғана естіліп жатты. Ұлдананы дереу дәрігерлер жан сақтау бөліміне орналастырды. Онсыз да денсаулығы нашар әйелдің аяқ астынан жағдайы күрт ауырлап, дәрігерлер біраз әуреленсе де, Ұлдана өз-өзіне келе қоймады. Аурухана дәлізін әрлі-берлі кезіп жүрген Асқардың жүрегі алда бір сұмдықтың боларын сезгендей шымырлай түсті. Ұзын дәліздің екі жақ шетінде тұрған әке мен баланың арасындағы салқындық анық сезіліп тұр. Бір-біріне ызалы қараған екеудің ауыр күрсінісі аурухананың ішін түңірентіп жібергендей. Асқар анасын ойлап қиналып тұрғанда, ғалымның бар ойы балаусада еді. Ұлының балауса менің сүйген қызым деген даусы жаңғырық болып құлағында қалып қойғандай. Ғалымның бойында алғаш рет Асқарға деген жеркеніш пайда болғандай. Құмарлық пен іңкәрлікке толы сезімнің жетегінде кеткен ғалым балауса үшін бәрінен бас тартуға тәйір еді. Өз нәпсісінің соңынан ерген оны ұлының балаусаға деген махаббаты да тоқтата алмасы анық. Көзсіз соқыр сезім тіпті баласынан безуге дайын жеткізді. Жан сақтау бөлмесінен шыққан дәрігер мен медбикеге қарай жан ұшыра жүгірген Асқар. Дәрігер, мамам қалай? Жағдайы қалай? Есін жиды ма? Кіруге бола ма? Дәрігер өтінен бәрі жақсы деңші деп сұрақты қардай бұратып жатты. Тынышталыңыз, анаңыздың жағдайы сол қалыпты. Жасырып қайтайын, өзіңізде білесіз, онсыз да денсаулығы ауыр адам үшін мына қалпы тіптен қауіпті. Алда не күтіп тұрғанын білмейміз, бәріне дайын болыңыздар. Біз қолдан келгенін жасап жатырық, деген дәрігердің сөздері Асқардың онсыз да жұлым-жұлым болған жүрегін тіліп өткендей болды. Ғалым болса тұрған орнынан қозғалмады да. Бұның бәрі соның кесірінің. Мамаңа рахмет айт, әйтпесе сені баяғыда-ақ өз қолымен буындырып өлтіретін едім деді. Асқар шетте тұрған әкесіне жақындай түсіп. Асқар, тыңда мені. Біріншіден, мен балаусаның сенің сөз байласқан адамың екенін білген жоқпын. Екіншіден, ұлым, мені тыңдашы. Сен әлі жассың. Әлі ақ жолыңда талай сұлу кездесер анық. Мен ол қызды сүйем, түсінесің бе? Мен ол қыздан бас тарта алмаймын. Мені түсінші, балам, деп ұлына жалынышты күймен ұмтыла берген ғалымды Асқар бар күшімен итеріп жіберді. Неткен жеркенішті едің. Сені әке деуге аузым бармайды. Мына сөздерді естігенімше әкесіз өскенім артық еді. Мені жақсылап тыңда, мына жерден қараңды батыр. Сені енді көрмейтін болмайын, деді Асқар әкесіне қарап. Ғалым ақталарға сөз таба алмай, ауруханадан шығып кетті. Ұлының айтқан сөздері жүрегін селт еткізбегені соншалық. Ғалым жолай бір құшақ гүл алып, компанияға қарай жол тартты. Мама, мен ол жерде жұмыс жасағым келмейді. Бармаймын, деді балауса таңғас үстінде анасына қалауын жеткізіп. Неге? Не болды, қызым? Бұл қай еркелігін? Ғалым Тасболатовичпен ниет емес пе? Маған сеніп сені алған еді, деген Гүлжан ашуға мінді. Баланы қаламаса мәжбүрлеме, деді, қолындағы кесен үстел үстіне тарс еткізген Дастан. Отырып алып, анау-мынау деу сендерге оңай. Сөздің бәрі маған келеді. Сол жерден тәжірибеге өтуге өзің емес пе құмартқан? Мен сендерге ерігіп жүрмін бе? Басымды қатырма, тұр бұл, дайындал, кешіктік, деген Гүлжан жұлқына орнынан тұрып кетті. Мынаным ей,
Қайтеді өзі деп. Ашуға беріліп отырған орнынан тұра берген Дастанды балауса тоқтатып алды. Әке, жарайды. Мен үшін ұрыспаңыздаршы. Көп емес, бірақ айға шыдармын деген. Балауса әке шешесінің өз ара өзі үшін ренжіскендерін қаламағандықтан анасының соңынан ере үйден шықты. Жұмыс орнына келген балауса үстелінде тұрған бір құшақ гүлді көріп, әуел баста Асқардан шығар деп ойлап қалды. Кеше қайда жұмыс істейтінімді айтқан едім деген оймен гүлді құшағына алып, құштарлана иіскей берді. Саған гүл ұнады ма? Деді ғалым кабинетінің есігінен шыға. Сәлеметсіз бе, иә, бірақ кімнен екені жазылмаған екен деген балауса гүлді жайлап қайта орнына қойды. Менен, деді ғалым, күліп тұрып. Сізден? Кімге? Кешіріңіз, менің үстелімде тұрғасын, маған ба деп. Кешірім өтінем деген балауса абдырап қалды. Менен, саған деп. Ұнағанына қуаныштымын деді. Ғалым, еш қысылмастан. Маған, бірақ не үшін? Мүлде қажеті жоқ еді, бұл дұрыс емес, деп гүлді үстеліне алып, тастап, баламға салына бастаған балаусаны ғалым білегінен ұстап алды. Жұмысқа тұрғаның үшін, мен компанияма жұмысқа орналасқан әр қызметкерге осылай ілтипат көрсетемін. Сосын кешке асқа шақырамын, деді ғалым. Балауса не істерін білмей қобалжып кетті. Қарсы алдында өзіне қарап тұрған өткір жанардың қорқынышынан шыға алмай, демін ішке жұтқан күйі мүз қақпастан тұрып қалды. Күші өзінен әлде қайда басым алып қолдардың құрсауынан шықпақ болып бұлқынып еді. Ғалым балаусаны тырп еткізбеді. Менен қорқып тұрсың ба? Қорқпа, саған зияным тимейді. Тек кешкі астан бас тартпа, оның үстіне жалғыз болмаймыз, деді ғалым балаусаның білегін жаймен жіберіп. Жақсы, деді балауса дауысы діріл қағып, кабинетінен қуанышты күлкімен кіріп кеткен ғалымның соңынан балауса ұзақ қарап тұрды. Кешкі асқа қалай ғана келіскенін өзі де түсінбей қалғандай. Іштегі күмәні мен күдігі расталып бара жатқандай балауса үрейлене бастады. Бірақ неге екені белгісіз. Ғалымның алдында өзін дәрменсіз сезінетін сияқты. Әйтеуір ол қасына жақындай қалса өз-өзінен қуыстанып, қатты қорқатынды шығарған. Асқар анасының қасынан екере алыстамады. Естісі жатқан анасына қарап, тек кешірші мама, дей берді. Мүшкіл халіне өзін кінәлап, жалғыз румен болды. Жұмыс орнында отырған балаусаның ұялы телефоны шыр етті. Жаным деген жазуды көрген балауса дереу тұтқаны көтерді. Алло, деді балауса тағатсызданып. Сөйлесуіміз керек, деді тұтқаның ар жағындағы дауыс. Қашан? Сенде бәрі дұрыс па, деген балауса Асқардың дауыс ырғағынан ақ алаңдай түсті. Кешке деп қысқа қайырды. Асқар. Кешке ме? Бірақ кешке мен бос емеспін. Қаласаң түскі үзілісте жолығайық, деді балауса. Жақсы, сол баяғы дәмханаға кел, деген Асқар тұтқаны қоя салды. Балауса үшін уақыт тоқтап қалғандай өтпей қойды. Қайта-қайта сағатына қарайлаған ол сабырсыздана Асқармен кездесуге асықты. Сағат 12-ден асқан уақытта қызметкерлердің бәрі түскі үзіліске жинала бастағанда балауса да соларға ілесіп сыртқа шықты. Асқар екеуі үнемі түскі ас ішетін дәмхананың бетке алған балаусаның алақаны терлеп, екі беті қызарып тамағы кеуіп барады. Неге шақырды екен? Маған не айтпақшы? Әлде кешірім сұрайым екен? Деген түрлі ойлар жетегіндегі дәмханаға қалай жеткенін білмейді қалды. Бірақ ішке кірген балауса қанша іздесе де Асқарды таба алмады. Бәлкім кешігіп келер деген оймен бос орындықтың біріне барып жайғасты. Сағат тілі түскі 1-ден асса да Асқар келмеді. Терезеге жаутаңдаған балаусаның жанарынан еріксіз жас төгіле бастады. Түскі үзілістің уақыты аяқталған соң балауса амалсыз салы суға кеткен күйі жұмысына оралды. Балауса сүйгенін дәмханада күтіп отырғанда Асқардың соңғы демі үзілі өмірімен қош айтысып жатқан еді. Анасы айырылып, қан жұтқан Асқар әкесіне бір нәше рет қоңырау шалып деді. Ғалым бірақ тұтқаны көтермеді. Амалы таусылған ол қанша қиын болса да, шалғай ауылдағы нағашы ата әжесіне қаралы хабарды өзі жеткізуіне тура келді.
Інісі мен қарындасын да жазғы демалысқа сол жаққа жіберген еді. Нағашы атасына оларды тездетіп алып келуін өтінді. Бала, олар кішкентай ғой, осы жақта қала берсін, жүректері көтере алмай қалар деген атасын жоқ ата, екеуі де ақылды. Анамыздың ауруының кесірінен ерте есейді. Қазір олардан шындықты жасырып қалсақ, маған өмір бойы өкпелеп өтетіндей. Қаға аналары соңғы сапарға шығарып салсын. Кейін мені жазғырып жүрер деп тұтқаны қоя салды. Әкесі тұтқаны көтермегеннен кейін де Асқар компанияға хабарласып әуреге түспеді. Іште қарағазандай өкпесін арқалаған күй анасының құжаттарымен өзі айналысып жүгіре жөнелді. Шын мәнінде Асқардың қайғыруға да уақыты болмай, тіпті іштегі шерін ақтарар жақынында табылмай, бар ауыртпашылықты өзіне көтеруге тура келді. Ғалым ұлынан келген қоңырауларды көргенмен аса мән бермеді. Себебі бар есілдерді балауса еді. Бүгін ол кешкі астың үстінде балаусаға өз сезімін білдіріп шындықты айтпақшы. Әріптестермен кешкі ас ішеміз деген тек қана сылтау еді. Балауса жинал, жұмыс уақыты аяқталды. Есіңде шығар, мейрамханаға тапсырыс беріп қойдым, деді ғалым кабинетінен шығар-шықпас. Я, әрине ғалым Тасболатович, сіз бара беріңіз, маған тек қай мейрамхана екенін айтсаңыз болды, деді. Мен сәлден соң келемін, деді балауса жұмыс үстелін ретке келтіріп жатып. Болмайды, біз бірге барамыз, деген ғалымның даусы бұл жолы өктем естілді. Бірақ мен мамама барайын деп едім, дед. Балауса орнынан тұра беріп. Гүлжан қала сыртына бір маңызды кездесуге кетті. Сен менің соңымнан ертеді, ғалым бұйырғандай. Балауса үнсіз ғана ғалымға десе жөнелді. Ғалымның көлігінің жанына келгенде жүргізушіні байқамаған балаусаның жүрегі зу етті. Отыр, бүгін жүргізушімнің әйелінің туған күні екен, деді. Ғалым жан-жағына қарап абдырап қалған балаусаны тынышталдырмақ болып, балауса үндеместен көліктің алдыңғы орындығына жайғасты. Қалай, жұмысың ұнап жүрме, деді ғалым қасындағы қызға қайта-қайта қарайлап. Болады, деді балауса. Ал бастығың ше? Деген ғалым бұл сөздің аузынан қалай шығып кеткенін байқамай қалды. Түсінбедім, деді балауса, қабағын түйіңкіреп. Жоқ, шей қалжың. Қалжыңдап жатқаным ғой, мән берме, деген ғалым тыпыршып кетті. Балауса көлікте өзін қорғансыз сезінді. Құдды өзін алдыда бір қауіп күтіп тұрғандай мазасыздана бастады. Жан-жағына қарап еді, қала сыртына қарай шығып бара жатқандарын байқап, біз қайда бара жатырмыз? Қай мейрамханаға? Қай мейрамхана ол? Неге қаладан шығар жолда келе жатырық? Деп даусы дірілдей қаға бастады. Дұрыс қой, енді қала сыртындағы мейрамханаға барамыз. Сонша қорыққаның тыныштал, деген ғалым көлікте тоқтатып, балаусаның қолынан ұстады. Балауса дереу қолын кейін тартып алды, тұла бойы мұздап, тынысы тарыла бастады. Балауса, тыңдашы, мен саған зиянымды тегізбеймін. Жай ғана сенімен сөйлескім келеді, деген ғалым балаусаны білегінен ұстап, өзіне тартай түсті. Не жайында сөйлеспекшісіз? Мені жіберіңізші. Өтінем сізден, деп балауса сыртқа шықпақшы болып еді. Ғалым есікті ішінен құлтап алып үлгерді. Дәл осы сәтте қала сыртында маңызды кездесуге келе жатқан Гүлжан жол бойында тұрған ғалымның көлігін көріп, жүргізушіге тоқтауын өтінді. Ғалымның көлігіне жақындай түскен Гүлжан көлік ішінде ағыл-тегіл жылқына жылап отырған қызын көргенде есінен тана жаздады. Есі кетіп қашық болған адамы үрімдей қызына ерсі әрекет көрсетіп жатқанын көріп, өз көзіне өзі сенбеді. Бар күшімен көліктің терезесін қаға бастаған Гүлжанды байқаған ғалым не істерін білмей әбігерге түсіп абдырап қалды. Өз ісіне өзі жауап бере алмай тығырыққа тірелген ғалым есікті қалай ашып жібергенін байқамай қалды. Сол сәтте пайдаланып балауса көліктен ыршып түсті де анасының құшағына тығыла береді. Ғалым болса дереу көлігін оталдырып, ол жерден қарасын батырып кетті. Қызым, ботам, сол мына сорлы анаңды кешірші. Қане маған қарашы, ол саған ештеңе жасап үлгермеді ме? Ботам, шыныңды айтшы, деген Гүлжан балаусаны құшағына қыса берді. Көз жасына тұншыға
Ауыр дем алған балауса тек «Жоқ, мама, жоқ, сен дәл уақытында келдің» деп тоқтаусыз жылай бастады. Анасы мен қызы біраз сабаларына түскен соң үйлеріне қарай жол тартты. Үйіне келген балауса әкесін іздеп таба алмады. «Қызым, әкеңді қайтесің?» деді Гүлжан діріл қаққан даусымен. «Қайткен несі, мама? Болған жайды айтамын. Ертең таңертең барып ана оңбағанның үстінен арыз жазам» деген балаусаның сөзінен кейін Гүлжан еңкілдеп жылай бастады. Өзін сұрақтың астына алған қызына бар шындықты айтпасқа амал қалмады. «Қызым, тыңдашы, сен оның үстіне арыз жазсаң, ол біз жайлы әкеңе жайып салады емес пе? Мына бейбақ анаңды ая, кешіре көр» деген анасына балауса жиіркенішпен қарады да: «Тек әкем үшін ғана үндемеймін. Ал сен ертең барасыңды, жұмыстан шығасың» деді анасына бұйыра. Қызының сөзін мақұлдап, Гүлжан басын төмен салған күйі қала берді. Нәпсінің жетегіне еріп, ауыр күнә жасамақ болып, ойы іске аспай қалған ғалымды үйіне келгенде қара жамылған дүйім жұрт күтіп алды. «Сенде әкем жоқ, анамның жаназасынан кейін көзіме көрінуші болма» деді Асқар әкесін оңаша шақырып алып. Келесі күні Гүлжан жұмыс орнынан барып арыз жазды да ғалымның кабинетіне баса көктеп кіріп келді. «Мені жақсылап тыңда. Балауса сенің үстінен арыз жазбақшы болды, бірақ мен тоқтаттым. Есесіне сен біз жайлы жан баласына тіс жармайсың. Осыдан тіріңе еге болмасаң, сені аямаймын. Қызымнан да аулақ жүр» деп кетуге ыңғайланған Гүлжанға «Жаным, тыңдашы» деп ұмтыла берген ғалымға Гүлжан бұрылып та қарамады. Осылайша әп сәтте ғалымның өмірі құрдымға кетіп, қу тізесін құшақтаған күйі жалғыз қалды. Арада 2 апта уақыт өткен соң Асқар балаусаға келіп, өзінің ғалымның ұлы екенін айтып, әкесі үшін кешірім сұрады. Екеуі енді ешқашан айырылыспауға бір-біріне уәде етісті. Асқардың анасының 40 өткен соң Асқар інісімен қарындасын ағашыларынан аманаттап, балауса екеуі арман қуып үлкен қалаға жол тартты. Той жасап, шығын қылмады. Тек мұсылманша неке қиып, бақытты да баянды өмірге қадам басты. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Әңгіме ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қазақ арнасының дамуына үлес қосыңыздар.